бұрынғы уақытта батырлардың, елді қорғаған батырлардың айғырларын өзінің әйелдері баптайды дейді. Өзінің әйелдері баптайды дейді. Не үшін десе, не үшін әйелі баптайды десе, өйткені әйелдің бірақ ер азаматы болады. Бала шағасының әкесі өзін қорғаушы, асыраушы деген сияқты. Бірақ ер азаматы болады. Сонда ол әйел атты баптағанда сұмдық баптайды екен. Жауға шапқанда шаршамайтын, жаудан қашу керек болса жеткізбейтін, жаңағы талмайтын, күйеуін үйіне аман есен жолда көтерен болып қалып кетпей, аман есен үйіне жеткізе алатындай қылып тұрып әйелдер бағады екен да. Одан артық кім үйт бағады мысалы, жаны ашып тұрып, сұмдық кім бағады? Ал енді қазір күнде көп адам атқа міне бермейді. Қазіргілердің атқа мінгендері қандай ат қазіргілердің? Темір аттар. Енді соны жаңағы біздің, мен бір жігітті танимын. Ол қалада такси болып жұмыс істейді. Сол жігіт еді, намаз оқитын жігіт еді. Мен таңертең тұрғанда дейді, машинам өзі такси болғанда мынау Карл Маркстың басында мынау фрукты, продукты таситын еді ғой. Сол жерден істейтін тұғын. Мен қазір қай жерде істеп жатқанын білейін. Сонда оның ішіне зат салады ғой. Картошка салады, помидор салады, ішіне де, үстіне де және деген. Сонда сол машинаны әйелім дейді, таңертең дейді, ішін тап-таза қылып қойды дейді. Тап-таза. Мен таңертең таң намазымды оқып, дайын шайымды, асымды ішемін да, бисмиллахир-рахманир-рахим оқып кетемін. Бірақ мына біткен кезде шаң тұрмау керек менің машинамда. Шаң тұрмайды дейді. Күніге? Күніге, жұмысқа шығатын күніге. Сонда әйел етеді екен. Бұл жігіттің намаз оқуына да себепкер әйелі негізінде. Әйелі бір күнде құлқалан 1000 рет айтады екен. 3-4 бала шағасы бар. Bir günde kul Allahu ahadты 1000 рет айтады. Таңертең өзі жерде тұрады. Сөйтіп таңертең күйеуінің машинасын тап-таза қылып қояды. Өйткені сіз біздің үйдің тамағын әкеп жатқан адамсыз ғой дейді. Біздің керек неміздің барлығын шауқылап жүрсіз ғой. Сондықтан сіздің көліңіз таза болу керек дейді.